Отбасы банкінің онлайн платформасында бір жолғы зейнетақы төлемдерін туысыңызға қалай табыстауға болады. Ол үшін ENPF отбасы KZ онлайн платформасына кіріңіз. Электрондық цифрлық қолтаңба, яғни ЭЦП көмегімен авторизациядан өтіңіз. Табыстау процесі басталғанға дейін қабылдаушы тараптың арнайы шоты бар екеніне және ол да платформада авторизациядан өткеніне көз жеткізу керек. Платформаның басты бетіндегі жоғарғы ашылмалы терезеде бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану тәсілін таңдаңыз. Бір жолғы зейнетақы төлемдерін жұбайына немесе жақын туысына табыстау. Әрі қарай жеке табыс салығын төлеу тәсілін анықтаңыз. Бірден немесе зейнеткерлік жасқа жеткенде ашылмалы тізімнен таңдаңыз. Туысты таңдаңыз бөлімінде қаражатты кімге табыстайтыныңызды таңдайсыз. Біздің жағдайда бұл туған қызы. ЖСН, яғни ИИН және табысталатын соманы енгізіңіз. Содан кейін туысқаныңызға қаражатты табыстау үшін қызғылт сары пернені басыңыз. Әрі қарай парақшаны жаңартыңыз және электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен барлық өтініштер мен келісімдерге қол қойыңыз. Туыстарға бір жолғы зейнетақы төлемдерін табыстау 7 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Банк 2 күн, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, яғни ENPF 5 күн. Әрі қарай туыстықты растау үшін PDF форматында құжаттарды жүктеңіз. Табыстаушы тұлғаның жеке куәлігі, қабылдаушы тұлғаның жеке куәлігі, біздің жағдайда туу туралы куәлік және өтінімді жіберуді растаңыз. Бір жолғы зейнетақы төлемдері түскеннен кейінгі туыстың іс-қимыл тәртібі. Өтініш мақұлданғаннан кейін сіздің туысыңыздың жеке кабинетінде қаражатты қабылдау терезесі пайда болады. Ол келісемін батырмасын басады және өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды. Пайда болған терезеде табысталған қаражатпен қоса пайдалану жоспарланатын жеткіліктік шегінен жоғары соманы көрсету қажет. Мысалда, біз жеке бір жолғы зейнетақы төлемі ретінде 5 теңге сұраймыз және туыстан табысталған қаражат жолында белгі қойып, одан да 5 теңге қабылдадық. Егер сіздің жеке зейнетақы қаражатыңыз болмаса және тек табысталған қаражатты пайдалануды жоспарласаңыз, онда бұл баған бос қалу керек. Мысал ретінде біз 5 теңге жеке қаражатты және 5 теңге табысталған қаражатты пайдалану жоспарлап отырғанымызға назар аударыңыз. Өтінім бойынша жалпы сома 10 теңге. Бұдан әрі өтінімді қалыптастырыңыз және бір жолғы зейнетақы төлеміне және жеке төлем салығын ұстап қалу туралы өтінішке қол қойыңыз. Табысталған қаражаттан жеке төлем салығы екінші рет алынбайтынын есте ұстаған жөн. Келесі қадам: бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалануды жоспарлаған мақсатты анықтаңыз. Қабылдаушының деректемелері бағанында өз бір жолғы зейнетақы төлемдерді пайдалануды жоспарлаған банкты таңдаңыз. Қажет болған жағдайда таңдалған мақсатқа сәйкес PDF форматында талап етілетін құжаттарды жүктеңіз. Келесі терезеде банктық қарыз шартының нөмірін енгізіңіз. Содан соң электрондық цифрлық қолтаңбамен бір жолғы зейнетақы төлемдерін аудару туралы өтінішке қол қойыңыз және өтінім мәртебесінің жаңартылуын күтіңіз.